Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осылай бұрыштарды тұздаудың жолымен бөліскім келеді. Видео ұнаса каналға жазылып, пікір қалдырыңыздар. Мен барлық заттарды дайындап алдым. Шамамен 3-4 килограмм болгар бұрышы, 10 бума жусай, сарымсақ және сельдерей. Орташа 3 бас сарымсақтарды жуып тазалап, осылай майда бөліктерге бөліп турап шықтым. Сарымсағымыз дайын болған соң сельдерейімізді майда бөліктерге бөліп турап шығамыз. Жусайымызды алдын ала жуып, осындай кеңірек эмалированный ыдыс алып, 5 бума жусайды осылай кастрюльдің түбіне қойып шықтым. Онан соң 2-3 қасық тұз сеуіп, туралған сарымсақтарымыздың жартысын осы жусайдың бетіне сеуіп шығамыз. Мінекей достар, осылай дайындап алған соң, енді бұрышымыздың ішіне шай қасықпен тұз салып, онан соң туралған сельдерейімізді салып, кезек-кезегімен осылай ыдысымыздың түбіне орналастырамыз. Сельдерейді қосу міндетті емес, сіздер жай ғана тұздап қойсаңыздар болады. Біздің ыдысымыз осылай бұрыштармен толды. Енді қалған сарымсақтарды осылай сеуіп шығып, қалған 5 бума жусайымызды осылай бұрыштардың бетін жауып шығамыз. Сонан соң тағы да 2-3 ас қасық тұз сеуіп, қақпағын жауып, ауыр затпен бастырып, салқын жерде 1 апта не 10 күнге қойып қоясыздар. Мінекей достар, 10 күн уақыт өтті. Біздің тола болған ыдысымыздағы бұрыштар тек жарты болып басылып қалды. Әрине осындай болуы тиіс. Және түбінде осындай су пайда болады, оны біз төкпейміз. Енді жусайларымызды бөлек, бұрыштарымызды бөлек ыдысқа салып дайындап аламыз. Бұрыштардың тұзы сіңіп, басылып, осылай әдемі болып шықты. Енді жусаймен бұрыштардың сыртын орап шығамыз. Мінекей достар, осылай дайындап алдық. Енді банкаға осылай рет-ретмен салып шығамыз. Банкаларымыз толған соң, эмалированный ыдысымыздың түбіндегі тұзды суды құйып шығамыз. Және де банкамыздың қақпағын жауып, салқын жерде сақтаймыз. Түрлі тамақ жасағанда қолдана бересіздер. Мінекей осылай дайын болады. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.